Адамның ақылды екенін дипломы да, байлығы да анықтамайды. Кейде оның небәрі 7 сөзі-ақ қандай адам екенін көрсетеді. Осы 7 сөзді білсеңіз, адамдарды да өзіңізді де басқаша түсіне бастайсыз. Ақылды адамдар үнемі айтатын 7 сөз. Бірінші, мен қателесуім мүмкін. Бұл әлсіздіктің емес, ақылдылықтың белгісі. Өзін өте ақылды санайтын адам көбіне өз пікірінің ғана дұрыс екеніне сенеді. Ал парасатты адам кез келген жағдайда барлық ақпаратты толық білмейтінін түсінеді. Мен қателесуім мүмкін деген сөз адамды жаңа ақпаратты тыңдауға, сұрақ қоюға және өз пікірін өзгертуге дайын етеді. Психологиядағы даналық зерттеулерінде мұны интеллектуалды қарапайымдылық деп қарастырады. Екінші, асықпайық, алдымен ойланып алайық. Ақылды адам эмоциямен шешім қабылдамауға тырысады. Ашу үстінде айтылған бір сөз, қорқынышпен жасалған бір шешім немесе асығыс жасалған қадам кейін үлкен өкінішке айналуы мүмкін. Сондықтан қиын жағдайда бірден жауап берудің орнына, не болып жатыр, мен нақты нені білемін, нені білмеймін, бұл шешімнің ертеңгі салдары қандай деген ой болу керек. Даналық көбіне адамның жағдайға сабырмен қарап, кеңірек контексті ескеруінен көрінеді. Үшінші, сенің де пікіріңді тыңдайын. Ақылды адам тек өзі сөйлеуге тырыспайды. Ол басқа адамның тәжірибесі мен көзқарасында өзі байқамаған нәрсе болуы мүмкін екенін түсінеді. Әсіресе отбасында, жұмыста немесе достық қарым-қатынаста бір мәселені шешу үшін менікі дұрыс деп тұрып алу емес, екінші адамның ойын түсінуге тырысу маңызды. Зерттеулерде даналықтың маңызды белгілерінің бірі басқа адамдардың көзқарасын ескеру және келісімге келе білу екенін көрсетіледі. Төртінші, бәрін бақылау менің қолымда емес. Бұл сөз өте маңызды. Адам кейде басқа адамның әрекетін, өткенді, ауа райын, экономиканы немесе өмірде болатын күтпеген жағдайларды басқара алмайды. Бірақ өзінің реакциясын, таңдауын, сөзін, әрекетін, бүгін не істейтінін басқара алады. Даналық туралы ғылыми модельдерде адамның өміріндегі белгісіздік пен бақылау мүмкіндігінің шектеулі екенін түсінуі маңызды қасиет ретінде қарастырылады. Бесінші, рахмет. Кейде ең қарапайым сөздердің өзі адамның деңгейін көрсетеді. Ақылды адам жақсылықты қалыпты нәрсе деп қабылдамайды. Біреу көмектессе, рахмет айтады, біреу уақыт бөлсе бағалайды, қолындағы бар нәрсеге ризашылық білдіреді. Ризашылық пен даналықтың арасында байланыс бар екені туралы зерттеулер де бар. Екеуінде де адам өміріндегі жақсы нәрселерді, қиындықтардан алынған сабақтарды және басқа адамдардың маңызын бағалайды. Алтыншы, адамдарды өзгерте алмаймын, бірақ өз шекарамды қоя аламын. Өмірдегі ең үлкен қателіктердің бірі басқа адамды өзгертуге тырысу. Біреудің мінезін, ойын немесе таңдауларын күштеп өзгерте алмайсыз. Бірақ өзіңізге, маған бұлай сөйлеуге болмайды, мен бұл іске араласпаймын, бұл мен үшін қолайсыз, мен бұған келіспеймін деп шекара қоя аласыз. Психологияда шекара адамның басқа біреуді
басқаруы емес, өзіңнің не істейтіні және не істемейтінін анық көрсету ретінде түсіндіріледі. Жетінші, уақыт көрсетеді. Бұл немқұрайдылық емес. Кейде адамға дәл қазір жауап іздеудің қажеті жоқ. Уақыт өте келе адамның шынайы мінезі, ниеті және жасаған таңдауы анық көрінеді. Сондықтан ақылды адам бір сөзге бірден реакция бермейді. Кей жағдайларда үндемей бақылау ең дұрыс шешім. Өйткені даналық тек тез шешім қабылдау емес, кей кезде әрекет ету керек, ал қай кезде күте білу керек екенін түсіну. Ақылды адамның белгісі көп сөйлеу емес. Ол қашан сөйлеу керек екенін, қашан тыңдау керек екенін және қашан үндемеген дұрыс екенін біледі. Нағыз даналық тек білімнен тұрмайды. Ол тәжірибе, сабыр, өзін бақылау, басқа адамды түсіне білу, қателескенін мойындай алу сияқты қасиеттердің жиынтығы. Ақылды адам бәрін білетін адам емес. Ақылды адам білмейтінін мойындап, үйренуден ұялмайтын адам.